Жолы күн баршаңызға, сүйікті мен оқырмандарым. Бүгін сіздермен той жиындарда соңғы кезде хит болып жүрген ұйғыр самсасының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Сіз бұл рецептпен тіпті тапсырыс қабылдасаңыз да ұялмай жасап бере берсеңіз болады. Сондықтан рецептіні асықпай соңына дейін қарап, рецепт ұнаса каналыма міндетті түрде тіркеліп, тіркелмеген болсаңыз жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ал қай заттың қанша мөлшерде керек екенін барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Әрине, видео рецептін ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды 53-тен өткізіп дайындап аламыз да, 2 жұмыртқаның сары уызына бүтіндей тағы бір жұмыртқаны салып, және де 100 грамм қаймағымызды өлшеп саламыз. Және бір ас қасық толтырып тұзымызды салып, жақсылап барлығын бір араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң 50 грамм суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің самсамызға қосатын сұйықтығымыз дайын. Енді кезекте салқын сары майымызды үккіштің ірі жағынан өткізе отырып дайындап аламыз. Біздің сары майымыз міндетті түрде морозильниктен шыққан салқын сары май болуы тиіс. Өткізген сары майымызды осылай араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Барлығын өткізіп алғаннан соң қолымызбен осылай ысқылап крошка жасап аламыз. Қамырымыздың ортасын ашып, сұйықтығымызды құйып, бір келкі қамыр илеміз. Қолыңызбен осылай араластыра отырып, айналдыра отырып илесеңіздер, өзі қамыр дайын болады. Артық еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Жақсылап иін қандырып илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол арада қамырымыздың арасына жағатын сары майымызды дайындап аламыз. Мен де тек сары майды ерітіп дайындап алдым. Қаласаңыздар жартылай сары май, жартылай тоқ май пайдалансаңыздар болады. Қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып қалып, екінші бөлігін тоңазытқышқа қайтадан сала тұрамыз. Енді кезекте бір қамырымызды алып, домалақ етіп жаюға дайындап аламыз. Біздің қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан өте жылдам тез жайылатын болады. Сондықтан қорықпай жая берсеңіздер болады. Құрметті менің көрермендерім, егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде арнама тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан видеоларды бірінші болып қарайтын боласыздар. Қамырымызды барынша жұқалап, еттің қамыры секілді етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Және де жайылған қамырымызды арасына ұн себе отырып, 4 бұрышты етіп бүктеп бір шетке ала тұрамыз да, екінші қамырымызды да дәл солай жайып аламыз. Мен қамырды бүктеп қойған жерім видеоға түспей қалыпты, сондықтан да бүктеп бір шетке ала тұрып, екінші қамырымызды дәл солай жұп-жұқа етіп жайып дайындап аламыз. Екінші қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып дайындап алғаннан соң, арасына ертілген сары майымызды құйып, барлық жеріне жеткізіп, бір келке етіп жағып шығамыз. Содан соң бірінші жайып дайындап алған қамырымызды осылай ортасына қойып, оны ашып, осы қамырымыздың үстіне орналастырып алып, бұл қамырдың үстіне де сары май құйып, барлық жеріне жеткізіп, бір келке етіп жағып аламыз. Содан соң қамырымызды рулет тәріздес етіп, шетінен ораймыз. Барынша арасында ауа қалдырмай орауға тырысыңыздар. Жақсылап орап дайындап алып, кішкене дөңгелетіп, арасындағы ауасын шығарып, пакетке салып, кем дегенде 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Негізі бір түнге қойып қойсаңыздар да майы сіңіп өте керемет болып тұрады. Кем дегенде 3-4 сағат тоңазытқышқа міндетті түрде сақтаңыздар. Қалмасына мен тартылған ет пен пиязды пайдаландым. Егер етті қаламасаңыз, тауықтың етін пайдалансаңыздар да болады. Тұз салып, бұрыш салып дайындап алдым. Осымен біздің самсамыздың арасына салатын салмамыз дайын.
Менің қамырым шамамен тоңазытқышта 4 сағаттай тұрды. Содан соң оны алып, әрбіреуін 37-38 граммнан бөліп дайындап алдым. Содан соң алақанымыздың көмегімен осылай басып, шет-шегін тегістеп, дөңгелек формаға келтіріп, барлығын дайындап аламыз. Және де өзіміздің жаятын 5-6 қамырымызды алып қалып, қалған бөлігін міндетті түрде пакетке салып, тоңазытқышта сақтап тұрғандарыңыз дұрыс. Өйткені құрамында сары май болғандықтан қамырымыз жұмсарып кетуі мүмкін. Сондықтан жаятын қамырды ғана алып қалып, қалған бөлігін тоңазытқышта сала тұрыңыздар. Қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен қатты салмақ салмай, жай ғана оқтауды жүргізсеңіздер, осылай шет-шетін жұқалап жайып аламыз да арасына салмасын саламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай өте әдемі, жұқа да емес, қалың да емес, орташа көлемдегі қамыр болып шықты. Салмасын осылай бір шетіне қарай орналастырып, шетіне міндетті түрде сумен осылай жағып алып, екі шетін біріктіреміз. Екі жағын жақсылап бір-біріне жабыстырып біріктіріп аламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың шетін осылай ішке қарай кіргізіп, одан шыққан ұшын қайтадан ішке қарай кіргізіп, барлығында осы қалыппен түйіп шығамыз. Видеоны қайта-қайта көріп жасасаңыздар, барлығы да оп-оңай, қолдарыңыз үйренгеннен соң оп-оңай түйетін боласыздар. Ең соңында түйген қамырымыздың шетін астына қарай кішкене қайырып жібереміз. Сіздерге түсінікті болу үшін қайтадан көрсетейін. Қамырымызды жақсылап сумен жабыстырып аламыз да шетін осылай ішке қарай қайырып, одан шыққан шетін тағы да ішке қарай осылай қайырып, біркелкі етіп, барлығында осылай өріп дайындап аламыз. Қайта-қайта қарап жасасаңыздар, үйреніп аласыздар да, барлығы оңай жасалатын болады. Ең соңындағы қамырды астына қарай кішкене осылай қайырып жібересіздер. Мінекей. Самсаның барлығын түйіп дайындап алғаннан соң, оны формаға осылай кішкене жантайтып орналастырып шығамыз. Сол кезде біздің самсаларымыз өте әдемі көрінетін болады. Қазір піскеннен соң самсаның бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Мен жұмыртқаның сары уызына кішкене сүт араластырып жағып шықтым. Содан соң әсемдік ретінде күнжіт немесе мак сеуіп, алдын ала қызып тұрған 190 градус пеште қызартып, шамамен 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, осымен біздің өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын, үгітіліп тұратын ұйғыр самсаларымыз дайын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, сондықтан ерінбей міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, сіздер бұл рецептпен тапсырыс қабылдай берсеңіздер болады, өйткені бұл оригинал рецепттердің бірі. Сондықтан да қорықпай тапсырыс қабылдап, немесе отбасыңызға пісіріп бере берсеңіздер болады. Ас болсын достар. Рецептінің соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыз.